Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Есімім Гүлдана Жанәлі қызы, дәрігер. Қыз келіншектердегі жиі кездесетін шаштың түсуі бұл қалыпты жағдай ма? Қалыпты жағдай болса, күнделікті қанша тал шаштың түсуі қалыпты болып есептеледі. Егерде шаш көп түсетін болса, сіздің денсаулығыңызда бір кінәрат бар екені белгілі. Яғни бұл қандай аурулар кезде шаш түседі, сол туралы айтпақшымын. Біріншіден, диагностика жасап алайық. Шаш қалай түсуін анықтасақ болады. Бұл көп түсіп жатыр ма, жоқ әлде қалыпты ма? Қалыпты жағдайда шаштың күнделікте түсуі 50 мен 150 штук аралығында түсу қалыпты болып есептеледі. Сіз төсектен тұрған кезде жастығыңызды санайсыз, жастығыңызда қанша тал түскен, болмаса шашыңызды өзіңіз қолыңызға ұстап көресіз. Сол кезде қаншалықта түсіп жатыр, болмаса бас жуылған кезде, шашыңызды жуған кезде анықтасаңыз болады. Егерде мен айтқан шаштың 50-ден 150-ге дейін өте жоғары болып жатырса, яғни сізде қандай да бір ауытқу болып жатқанның белгісі. Ол қандай аурулар кезінде? Ол ең біріншіден темір жетіспеушілікті анемия кезінде болады. Темір жетіспеушілікті анемияның салдарынан шаш көп түсетін болады. Одан кейін етек кірдің келуі кезінде, әсіресе ұзақ уақыт болып құйылып тұрып келетін болса, бұл анемияға алып келеді. Соның салдарынан шаш түседі. Екінші бір себебі, біз сондай бір йод тапшылықты ауданда тұратын болғандықтан, район деп айтамыз ба, орналасу орнымыз сондай бір йод жетіспеушілікті жерде тұратын болғандықтан, екінің бірінде қалқанша безінің ауруы кездесіп жатады. Сол қалқанша безі, яғни гипотиреоз кезінде шаштың түсуі өте қатты болады. Ол шаштың түсуі тіпті сіз отырған күннің өзінде, отырған кездің өзінде шашыңыз өзінен өзі түсе беретін болады. Екінші бір себеп, яғни қалқанша безінің ауруы кезінде болады. Үшінші бір себебі, бұл ағзамызда минералды жетіспеушіліктер кезінде, яғни D3 витаминінің жетіспеушілігі кезінде, түрлі минералды заттар А витамині, В витаминінің жетіспеушілігінің салдарынан бізде шаштың түсуі болып жатады. Және де дұрыс тамақтанбау, яғни біздің ішіп жүрген тамағымыз, жеп жүрген дәрумендеріміз, жемістеріміз, көкөністеріміз ағзаға дұрыс сіңбеу нәтижесінде шашымыз түседі. Және де тағы бір себебі, шаш түсудің бұл жүктіліктен кейінгі, яғни босанғаннан кейін бізде шашымыз түсіп жатады. 9 ай бойы бізде шашымыз түспейді. 9 айдан кейін, бала емізгеннен кейін шашымыз, сол 9 ай бойы жиналған шаш, сол түсіп жатады көптеп. Бұл қалыпты болып есептеледі. Бірақ 4 айдан кейін шашыңыздың түсуі тоқтамайтын болса, мен айтқан жоғарыдағы кездесетін ауруларды тексеру маңызды болып есептеледі. Менің сіздерге айтқан кеңесім пайдалы болып жатырса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ауырмайық, Алланың амандығында кездескенше. Сау, саламатта болайық.